Сәлем достар, бүгін сіздерге фисташковый чизкейктің дайындалу жолын көрсетемін. 2024 жылдың ең хит чизкейктердің бірі десем болады. Үгітілген печеньемізге сары майды қосып, оны жақсылап араластырып, формамызға орналастырамыз. Форманың размері менде 20 диаметр. Бірінші шеткі бортиктарын жасап алып, ары қарай астын жасайтын боламыз. Дайын болғаннан кейін холодильникке 15-20 минутқа салып қатырып аламыз. Енді ішіндегі салмасын дайындауға кірісеміз. Қант, жұмыртқа, крахмал және де сливкиді қосып, жақсылап араластырып, бөлек ыдысқа кішкене сливкидің бөлігін алып, оның үстінен фисташковый пастамызды қосып, жақсылап араластырып, қалған массамызға салатын боламыз. Бұл жақсы араласу үшін. Формамызды холодильниктен шығарып, салмамызды салып, қызып тұрған пеште 45-30 минут пісіріп аламыз. Сіз сонда да өзіңіздің пешіңізге қарап, соған икемделіп пісіріңіз. Ал енді ганаш дайындауға кірісеміз. Шоколадымызды водяной баняда ерітіп алып, оның үстінен сары май және де бір ас қасық фисташковый пастаны салып, жақсылап араластырып, суыған чизкейктің үстіне құямыз. Ганашымыз қатуы үшін тоңазытқышқа 15-20 минутқа салып аламыз. Содан соң өзіңіздің қалауыңыз бойынша әсемдеп әрлеп, дастарханыңызға ұсыныңыз. Дәмі енді керемет болады, бір жасағаннан шығады. Сізге ұнайтынына сенімдімін. Рецепті жоғалтып алмас үшін міндетті түрде сақтап алып жасап көріңіз. Сізбен болған Айбике ас болсын.